Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Картография, топография негіздерімен пәнінен практикалық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі практикалық сабақтың тақырыбы географиялық ендік пен бөлік, географиялық координаттар. Сабақтың мақсаты географиялық координаттарды анықтай білуді үйрену. Мақсатқа қол жеткізу үшін біріншіден географиялық координаттардың не екендігін білуіміз қажет. Екіншіден, осы географиялық координаттарды анықтай білуді үйренуіміз қажет. Тапсырмаларды орындау үшін ұсынылып отырған әдебиеттер тізімін, интернет көздерін және әртүрлі масштабтағы атластар мен карталарды пайдалану қажет. Енді бірінші тапсырма. Төмендегі суретті пайдалана отырып, нысандарды анықтау қажет. Енді сіздердің назарларыңызға жердің нақты моделі географиялық глобус ұсынылып отыр. Яғни осы ең біріншіден глобустағы градус белгісімен берілген сандарды, яғни 0 градус, 20 градус, 40 градус, 60 градус, 80 градус нені білдіретіндігін анықтауларыңыз қажет. Екіншіден, сандармен берілген, яғни нысандарды анықтауымыз қажет. Яғни бірінші нысан, екінші нысан, үшінші нысан, төртінші және 5-6 нысандарды анықтап тізіп жазуларыңыз қажет. Екінші тапсырма, бұл бірінші тапсырмамен тығыз байланысты, яғни анықталған нысандарға бұл жерде анықтама беру қажет. Яғни географиялық координаттар, географиялық ендік, географиялық бойлық, меридиан, параллель, экватор, полюс, градустық тор терминдеріне анықтама беру қажет. Жалпы енді географиялық координаттар дегеніміз бұл кез келген жер бетіндегі кез келген нүктенің географиялық мекен-жайы болады. Яғни ол географиялық координаттар арқылы, яғни географиялық ендік және географиялық бойлық арқылы анықталады. Яғни географиялық координаттарды анықтаудың маңызы өте зор. Географиялық ендік өз кезегінде солтүстік ендіктен және оңтүстік ендіктен құралады, ал географиялық бойлық шығыс бойлық және батыс бойлықтан құралады. Енді географиялық ендіктерді, географиялық бойлықтарды қалай анықтаймыз? Жалпы географиялық ендік бұл экватордан бастап берілген нүктеге дейінгі ара қашықтықты көрсетеді. Яғни ол градуспен өрнектеледі екен. Градуспен өрнектеледі. Сіздер білесіздер, экватор сызығы жер шарын солтүстік жартышар мен оңтүстік жартышарға бөлетіндігі. Яғни экватор сызығынан солтүстікте орналасқан барлық нүктелер солтүстік ендік деп есептелінеді. Экватор сызығынан оңтүстікте орналасқан барлық нүктелер оңтүстік ендікті білдіреді. Келесі бұл географиялық бойлық. Географиялық бойлықты анықтау үшін нөлдік немесе бастапқы меридиан арқылы анықтайды екенбіз. Яғни бастапқы меридианнан бастап кез келген берілген нүктеге дейінгі ара қашықтықты көрсетеді. Яғни бастапқы меридиан жер шарының шығыс бойлық және батыс бойлық деп бөледі. Яғни бастапқы меридианнан шығыста орналасқан, шығыс жартышарда орналасқан барлық нүктелер шығыс бойлықта, батыс жартышарда орналасқан кез келген нүкте батыс бойлықта орналасады деп есептелінеді. Енді А нүктесінің географиялық координаттарын анықтап көрейік. Бірінші географиялық ендігін анықтаймыз. Яғни ол экваторға қатысты алғандағы орны. Біз көріп тұрмыз, А нүктесі экватордың солтүстік жартысында, солтүстігінде орналасқан, сондықтан ол солтүстік ендік орналасқан деп есептелінеді. Градуспен қарайтын болсақ, бұл 45 градус, яғни 45 градус солтүстік ендік. Енді бойлығын анықтайтын болсақ,
ол бастапқы немесе Гринвич меридианында, Гринвич меридианына қатысты алғандағы орны. Яғни ол бізде шығыс бөлікте орналасқан градуспен қарайтын болсақ, бұл 90 градус екен. Яғни А нүктесінің координаттары сонда 45 градус солтүстік ендік, 90 градус шығыс бөлікті құрайды екен. Енді Б нүктесінің географиялық координаттарын анықтап көрейік. Бұл 30 градус оңтүстік ендікте және 60 градус батыс бөлікте орналасқан. Жалпы экватордың географиялық ендігі 0 градусқа. Демекен, яғни экватордан бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің солтүстік және оңтүстік ендіктері бірдей болады екен. Нүкте экватордан қаншалықты қашық орналасса, оның ендігі де соншалықты үлкенірек болады екен. Яғни екі полюсте ендік 90 градусқа тең болады екен. Бастапқы меридианның, яғни Гринвичтің географиялық бөлігі 0 градус болып табылады. Нүкте Гринвичтен қаншалықты алыс орналасса, оның бөлігі де соншалықты үлкен болады екен. Енді келесі тапсырмалар осы географиялық координаттарды анықтауға бағытталған. Үшінші тапсырма. Глобус немесе масштабы 1 миллион болатын карта арқылы төменде берілген қалалардың географиялық координаттарын анықтау. Бұл қалалар Дели, Нью-Йорк, Лусака, яғни Замбия мемлекетінің астанасы, Пекин, Улан-Батор, Мәскеу, Сан-Франциско, Мадрид, Дакар қалалары. Келесі слайдтан біз осы қалалардың географиялық ендіктері мен географиялық бөліктерін, яғни географиялық координаттарын көріп тұрмыз. Келесі төртінші тапсырма. Географиялық атлас пен глобусты пайдалана отырып, географиялық координаттар арқылы географиялық нысандарды анықтау. Бірінші нысан 28 градус оңтүстік ендік, 137 градус шығыс бөлік. Екінші нысан 0 градус оңтүстік ендік, 78 градус батыс бөлік. Үшінші нысан 4 градус солтүстік ендік, 9 градус шығыс бөлік. Төртінші нысан 63 градус солтүстік ендік, 151 градус батыс бөлік. Бесінші нысан 43 градус солтүстік ендікпен 79 градус батыс бөлік. Дұрыс жауаптары: бірінші бұл Эйр-Норд көлі, екінші Котопахи жанартауы, үшінші Камерун жанартауы, төртінші Маккинли шыңы, бесінші Ниагара сарқырамасы. Келесі бесінші тапсырма. Алдарыңызда Африка материгінің физикалық картасы ұсынылған. Сол Африка материгінің 20 градус меридиан бойымен солтүстіктен оңтүстікке дейінгі ара қашықтығын есептеп шығарып қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, Африка материгі солтүстік жартышарда және оңтүстік жартышарда орналасқан. Яғни көп бөлігін біз солтүстік жартышарда орналасқан деп айтуға болады. Яғни 20 градус меридиан бойымен ол солтүстіктен оңтүстікке қарай қанша километрге созылғандығын анықтап алуға болады екен. Яғни солтүстік ең бірінші, ол үшін не істейміз? Солтүстік жартышарда материк қанша градусқа созылып жатқандығын анықтауымыз қажет. Яғни картамен қарайтын болсақ, солтүстік жартышарда шамамен 32 градусқа созылып жатыр екен. Оңтүстік жартышарды дәл солай анықтайтын болсақ, шамамен 34 градусқа созылып жатыр екен. Енді бұл әртүрлі жартышарлар болғандықтан біз бұл шамаларды қосамыз. Яғни 32 градус пен 34 градусты қоссақ, жалпы 66 градусқа созылып жатқандығы анықталған. Енді біз километрмен есептеу үшін, сіздер білесіздер, 1 градус 111 километрге созылған. Сондықтан 111 километрді біз 66 градусқа көбейтсек, 7326 километр шығады. Сонда Африка материгінің 20 градус меридиан бойымен солтүстіктен оңтүстікке қарай 7326 километрге созылғандығын анықтадық. Осы тәсілмен кез келген материктің, кез келген
меридиан және параллель бойымен созылып жатқандығын анықтауға болады. Енді қорытындылай келе, географиялық координаттар нүктенің экваторға және нөлдік меридианға қатысты алғандағы орнын анықтайды екен. Меридиандар деген глобуста немесе картада бір полюстен екінші полюске шартты түрде жүргізілген сызықтар екен. Параллельдер дегеніміз, яғни бұл глобуста және картадағы экваторға параллель жүргізілетін шартты сызықтар. Ал градустық тор дегеніміз осы глобус пен картадағы меридиандар мен параллель сызықтар айтады екенбіз. Үй тапсырмасы. Бірінші тапсырма жаңағы Африка материгінің шеткі нүктелерінің географиялық координаттарын анықтау. Сендер білесіңдер, кез келген материктің 4 шеткі нүктесі болады. Сол 4 шеткі нүктесінің атауын жазып, оның географиялық координаттарын анықтау қажет. Ол үшін біз Африканың физикалық географиясы картасын пайдаланады екенбіз. Келесі екінші тапсырма. Географиялық координаттар арқылы біз географиялық нысандарды анықтауымыз қажет, яғни оны кесте түрінде өрнектеу қажет. Кез келген жаңағы нүктенің координаттарын біз анықтай аламыз. Екінші А тапсырмасы, яғни бірінші кестеде анықталған географиялық нысандарды шартты белгілер арқылы кескін картаға түсіруіміз қажет. Үшінші тапсырма, төменде берілген қалалардың географиялық координаттарын карта көмегімен анықтау. Яғни бұл Вильнюс, Минск, Сидней, Владивосток, Алматы, Кабул, Берлин, Анкара және Токио қалалары. Яғни бұл үшін біз дүние жүзінің физикалық картасын пайдалануға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар көп рахмет.